Сәлеметсіңдер ме балалар, сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы П дыбысы мен әрпі. Мақсаты сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар ажыратып дұрыс дыбыстау. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу. Балалар, бүгінгі күнімізді шаттық шеңберден бастаймыз, бәріміз бірге қайталайық. Қайырлы күн достым, қайырлы күн болсын, сәттілік тосын, біздің алар бағамыз кілембестік болсын. Жақсы балалар. Енді балалар, өткен сабақты қайталап өтейік. Сауат ашу сабағында нені үйренеміз? Дыбыс деген не? Әріп деген не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстарды қандай текшемен белгілеймін? Дауыссыз дыбыстарды қандай текшемен белгілейміз? Соны есімізге түсірейік балалар. Дыбыс дегеніміз балалар, оны естиміз, айтамыз, белгілейміз. Әріптерді біз көреміз, жазамыз және оқимыз. Дыбыстар балалар міне екіге бөлінеді: дауысты және дауыссызға. Дауысты дыбыстарды қызылмен, дауыссызды көкпен белгілейміз. Сабақта балалар бастамас бұрын жұмбақтан бастайық. Жұмбақ бірінші. Қалың киімді ұнатады, шешіндір сені жылатады. Ол не? Балалар, ол пияз. Пияз деген сөзді кәне буынға бөлеміз шапалақпен. Пияз. Балалар, пияз деген сөз неше буынға бөлінген және қай әріптен басталатын айтасыңдар. П дыбысы қай буында кездеседі? Пеш. Пешті да балалар буынға шапалақпен бөлеміз. Неше буыннан құрастырылған, неше әріп бар және П дыбысы қай кездесетін айтасыңдар. Пойыз. Пойызды да шапалақпен бөлесіңдер балалар. Пойыз. Неше буыннан құрастырылған және П дыбысы қай буында кездеседі? Неше әріп бар, осыны айтып өтесіңдер. Мынау суретте балалар піл. Пілді да буынға бөлесіңдер. Неше буыннан піл деген сөз шығады және П дыбысы қай жерде кездеседі? Әр қарай балалар солай жалғастырасыңдар. Міне парта деген сөз неше буынға бөлінеді, неше әріптен құрастырылған және П дыбысы қай буында кездесетінін айтып өтесіңдер балалар. Және балалар жұмбақтағыдар қарай. Үсті толы ине, бірақ та іс тігіп қадамайды түймені. Ол не балалар? Енді балалар кірпі деген сөзді буынға бөлеміз. Кірпі. Неше буыннан құрастырылған? Неше әріп бар кірпі деген сөзде және П дыбысы қай кезде кездеседі? Қай буында кездеседі? Әр қарай тағы да жұмбақ балалар. Ұрсаң қатты зырлайды, жерге қарғып тұрмайды, тиіп кетсе басына ешбір зиян қылмайды. Ол не балалар? Балалар, енді доп деген сөзді біз шапалақпен тағы да буынға бөлеміз. Неше буыннан құрастырылған доп деген сөз? Неше әріп бар және П дыбысы қай кезде кездеседі? П дегенім пышақ, алма жүзін ұстап. Балалар, пышақ деген сөз да балалар қай әріптен басталады және неше буынға бөлінетін айтып өтесіңдер. Және балалар, П дыбысын бәріміз бірге қайталайық. П. Балалар, П дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Балалар, П дыбысы қатан дауыссыз дыбыс. П дыбысы балалар сөздің басында, ортасында және аяқ кезінде кездесетін естеріне сақтаңдар.
Енді әрі қарай сергіту сәті балалар бәріміз бірге қайталайық. Буратино созылды. Бір еңкейді, үш еңкейді. Екі жаққа қол созады, аяқтарын көтереді. Жүрді, жүрді, жүрді. Жүгірді, жүгірді, жүгірді. Жақсы балалар, енді дәптермен жұмыс. 22-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Үйге қонақ келетін қалай болжауға болады? Екі үйді салыстыр. Мына суретте екі үйді салыстырасыңдар балалар. Қай үйге қонақ келейін деп атқанын айтасыңдар. Бөлме және кигіз үй ішінен П дыбысын бар заттарды ізде. Әрі қарай суреттегілерді ата, П дыбысының орнын тап. Балалар мына жерде дыбыстық талдау жасайсыңдар. Портрет, доп және көрпе деген сөзге. Қонақ келгенде сенің көңіл күйің қандай болады? Белгіле, ишарамен көрсетесіңдер балалар. Қандай болады сендердің қонақ келгенде көңіл күйлерің? Әрі қарай тапсырма. Бұл сөздердің қай кезде айтылатынын түсіндір. Сау болыңыз, қол, қош келдіңіздер, жоғары шығыңыз, төрлетіңіз деген сөздерді қай кезде біз балалар қолданамыз, соны айтып өтесіңдер. Табалдырық пен босағаны көрсет, есіне сақта. Есікті қатты жаппа, табалдырықты баспа, босағаны керме. Балалар осы сөздерді әрқашанда үлкен адамдар сендерге айтады, оны естеріне түсіндір. Айтылған сөздер сендерге де. П әрпімен таныс бол, алдынан тап болар, әр үйде қақпа бар. Балалар, П дыбысы есікті ашқанда қақпаға ұқсайды. Және балалар, П дыбысын әдемілеп қаламмен жазамыз, аяғына дейін. Әдемілеп жазамыз балалар П дыбысын. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.